Сен сорлыға жазапты сағынуды, еркелеп мүлайымсып жалынуды. Өмірімде жалынып көрмегенім, сен үйреттің маған жалынуды. Жаңа пост арнада, жаңа вайб, жаңа видео қайтқан мен қайда. Байлық айтты, менің қолымнан ұста да артымнан ер деді. Дүние айтты, маған ерде барлығын ұмыт деді. Бақыт айтты, маған сен де жүре бер деді. Бірақ барлығын ұмыт деді. Заман айтты, менің артымнан ілес және бәрін ұмыт деді. Алла айтты, менің артыма менің айтқанымды істе және өзгелерді ұмыт деді. Себебі мені ойласаң, мен саған барлығын берем деді. Уәде етті. Аллаға шүкір. Күндеріңіз сәтті өтсін. Кімде-кім кешірімді болса, онда ол адамды Алла өзі кешіреді. Ал егер адам мейірімді болатын болса, Алла оның сол күніне мейірім шапағатын төгеді дейді. Ал егер кімде-кім сабырлы болатын болса, онда оның сол күніне береке беріп қояды және ақырет күнінде сол сабырлылығына сай сыйына алады деген екен. Көркем мінез болайық. Керемет жан екенсің, дара туған, өзге емес мен үшін жаратылған. Айдай сұлу келбетіңе ғашық болдым. Мына менің оң жақ қабырғамнан жаратылған дей келе. Осы өлеңді әдемі қыздар қанайым. Егер айналаңдағы адамдар сенің тек жақсылығыңды айтып, жақсылығыңды тізбектесе, сенің не болмаса мінездеріңді мақтаса, онда оған бір аса қатты масаттанудың қажеті жоқ. Себебі ол адамдар сенің жаман тұсыңды көрген жоқ әлі. Алла жасырып қойды оны. Алланың жасырып қойғаны үшін олар сенің жаман әдетіңді тізбектей алмайды. Аллада өлең шаршама, тілің тас боп қалса да, біліп білмей жасаған күнәларың қаншама дейді. Бір адамдар осы күнге зар, ал сен осы таңда атқыздың. Шүкір де. Алланы еске алсаң, Алла сені еске алып, осы күніңе береке беріп қояды. Шайтанды еске алсаң, шайтан күні бойы сені азғырады екен.